Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйем қыбырлаған. Бәрі маған оттан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта. Бозторғайы бұл шырылдаған. Армысыздар. Менің атым Каверина Полина. Мен Шәкәрім атындағы гимназиясының оқушысымын. Бала кезімде қазақ тілдегі балабақшасына түстім. Сол жерде қазақ тілін меңгере бастадым. Сол кезден менің тілдерге деген қызығушылығым бастады. Қазіргі кезде мен 6 тілде сөйлеймін. Олар жапон, қытай, орыс, ағылшын, қазақ және француз тілдері. Сонымен қоса неміс тілін үйреніп жүрмін. Менің ойымша, Қазақстанның болашағын құру үшін міндетті түрде қазақ тілін білу керек. Басқа балаларға мен тек қазақтар емес, Қазақстанда туған жерін сүйетін балалардың бәрі міндетті түрде қазақша сөйлеп білу керек деген ойды айтамын. Менің жетістіктерім өте көп. 1000 бала байқауына қатыстым. Бірнеше қазақ тілі пәнінен олимпиадаларға қатыстым және бірінші орын алдым. Абай оқуларына нәрсе бойынша қатыстым. Поэзия сайысына қатысып, өлең жазып, 2-ші орын алдым және Абай ата туралы эссе жазып, 1-ші орын алып шықтым. Менің ойымша, қазақ тілін білу өте маңызды. Себебі ол өз еліне, халқына, мемлекетіне құрмет көрсету. Мен қазақ тілін одан әрі дамыта беремін.